Мына төрт өрім деген өрімді қалай өреміз? Ол үшін әуелі иранский жіптен 6 қабатын қабаттап, бір тыңғылып, ақтан, қызылдан, жасылдан, сардан осындай төрт түрлі тыңғылып жасап алдым. Бұның бір басын бекітіп, мына жерге байлап қойдым, мына бір ағашымның басына. Мына төменгі жағын мынадай қылып жинақтап орап қойдым. Сосын енді осыны өріп бастаймыз. Өргенде, мысал үшін, мен қазір мынау менің оң қолым. Оң қол жақтағы жіпті осының артымен апарып, үстіне әкеліп, мына жердегі қызылдың үстіне айқастырамыз. Енді кезекте мына жіп сары жіп тұр. Осы сары жіпті арт жағынан алып барып, сол жақтағына оң жаққа қарай өткізіп, оң жақтағы ақ пенен жасылдың арасынан өткізіп, жасылдың үстіне қоямыз. Енді ақ жіп мына жақта оқшауланып қалды. Сол оқшауланған ақ жіпті мына қызыл менен сарының арасынан өткіземіз. Артынан әкеліп, міне. Артынан әкеліп, алдынан өрілмейді, тек қана артынан өріледі. Енді мына жерде қызыл жіп оқшауланып қалды. Осы оқшауланған қызылды бұнда арттан апарып, мына жасыл менен ақтың арасынан аласың. Әр уақытта артынан келген жіпті мына екі жіптің ортасынан алып отырып, ортадағы жіптің үстіне салып отырамыз. Міне. Осылай төрт өрімдігін осылай өріледі. Ешқандай қиындығы жоқ. Алдына қарай емес, сыртына қарай өріледі, сыртына қарай. Міне. Артқа қарай жібереміз. Арттан әкеліп, мына екеуінің арасынан аламыз. Ортадағының үстіне айқастырамыз. Енді жасыл қалды ғой артты. Жасылды арттан әкеліп, бұны да мынаның арасынан саламыз, екеудің арасынан өткізіп. Мынаның сарыны ақ пен жасылдың арасынан өткіземіз. Осылай қылып өріп кете береміз. Бұл төрт өрім. Мына жақтағы жіптердің бәрі мешайт етпеу үшін жинастырып байлап қойдым төбінен қатайтып. Өстеп жайлап өріп кете бересіз. Өріп отырған уақытта жаңа мына жібің ұзын болып, ұзарып, жаңағы қозғалу керек болатын жағдайда, онда мен осы өрілген жіпті, оп-оңай, осы өрілген жіпті бүйтіп ораймын ағат. Сөйтіп әкеліп, бүйтіп жақындатып алам. Сосын өруді жалғастыра берем міне. Артынан әкеліп отырасың. Жіпті арт жағынан, сырт жағынан әкеліп отырасың. Сырттан айқастырып салғанда, мынау жұмыр, мынадай домалақ болып шығады. Шалпақ емес, жұмыр өрім болып шығады. Осындай төрт өрім деген осылай болады. Мынау байлаған, қысқартқан жіптерім енді ораған сайын, өрген сайын қысқарып жатыр ғой. Енді оны бүйтіп жайлап ұстап отырып, мыналардан айырылмай ұстап отырасың да, мына жердегі орап байладық қой, шалып байладық қой. Сол шалып байлаған шатасып қалмайтындай қылып тарқатамыз. Міне, мынадай ұзарды. Мұнан да сөйтіп, мынау да қысқарып кеткен, бұны да сөйтіп шешіп аламыз. Шешкенде түйіліп қалмау керек. Оралған жіп. Осылай. Төрт өрім деген осылай. Мына қызыл келіп, мынаның арасынан өтіп, мынеқа келді. Енді жасыл келеді, ортадан өтіп. Осының өткізгенде, артынан ораған кезде, мынандай ортасынан өткізді ұмытпау керек. Мынаның да ортасынан өтеді, екі жіптің. Үстінен бастырылады. Мынаның да өтіп сөйтеді. Тағы ұзарып кетсе, тағы бүйтіп бұрап қоям. Өстіп бұл жақындай береді. Жалғасын тауып, түгел өріп болғаннан кейін шымылдық басқа қолдануға болады. Есіктің екі жағына іліп қоятын шашаққа қолдануға болады. Қыздың кеткен жүгін байлайтын, жаңалдегі несінің, кілемдерінің белін байлайтын шашақтарға бау етуге болады. Шымылдық басқа бау етуге болады. Мынаның төрт түрлі свет емес, тек ақ пен қарадан істеуге болады. Қызыл мен жасылдан істеуге болады. Осындай.